Хейл Элрод «Магия утра». Кітап авторы өз өмірінде 2 рет тағдырдың ауыр соққысын алған. Біріншісі көлік апатына түскен кезде, екіншісі экономикалық кризистің салдарынан қаржылай қиындықтарға тап болған кезде. Ол барлық адамдар сияқты жоғары деңгейдегі жетістікті қалайтын, ал дамуы болса төмен деңгейде болатын. Бұл барлық адамдардың ортақ проблемасы. Сыртқы әлем біздің ішкі әлеміміздің көрінісі, ал жетістік біздің ішкі әлеміміздің дамуына әрқашанда параллельно жүреді. Егер біз күн сайын өзі армандайтындай өмір сүргісі келетін адамды дамытпасақ, өмірде қалаған нәтижеге жету қиын болады. Ойлана келе автор өзін-өзі дамытумен таңертең айналысамын деп шешеді. Ол өзінің таңғажайып таң методикасын құрастырып шығады. Біраз жыл өткеннен кейін таңғажайып таң методикасы бойынша күндерін бастайтын адамдардың саны бірнеше есе көбейіп кетеді. Енді Хейл Элрод осы методикамен бүкіл әлеммен бөлісуім керек деп санайды. Бұл әлемдегі адамдардың 95%-ы өздері қалағандай өмірді сүре алмайды. Тек қалған 5%-ы ғана өздері армандаған өмірлерін сүреді. Осы 5%-ның ішіне қалай кіруге болады? Ол үшін алдымен мыналар туралы ойлану керек. Физикалық жай-күй, менталды және эмоционалды денсаулық, басқа адамдармен қарым-қатынас, қаржылай жағдай. Көтеріңкі көңілмен күшке толы болып ояну үшін қанша уақыт қажет? Бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Себебі әркімнің генетикасы, жасы, денсаулығы әртүрлі. Біреуге 6 сағат жеткілікті, біреуге 9 сағат қажет. Хейл Элрод барлығы сенің ішкі сенімдеріңе байланысты дейді. Мысалы, егерде сен өзіңе 8 сағат ұйықтауым керек, ал егер одан аз ұйықтасам ұйқым қанбайды деген сенім қалыптастырсаң, сенде шынымен де солай болады. Таңертең оянуға мотивацияны қалай оятуға болады? Жауабы қарапайым, қадам-қадамымен. Бірінші қадам: ұйықтар алдында барлық ниеттеріңді реттеп ал. Яғни ұйықтар алдында таңертең келетін ойларыңды реттеп алуың керек. Таңертең жұмысқа кешікпеуім керек дегеннің орнына, ертең менде керемет күн, мақсатыма жақындай түсетін тамаша мүмкіндіктер күні дегендей ниет қалыптастырып ұйықтаған дұрыс болады. Екінші қадам: будильникті мүмкіндігінше төсектен алыс қою қажет. Егер будильник төсектің жанында болса, сен жартылай ояу күйде автоматты түрде будильникті сөндіріп, әрі қарай ұйықтай беретін боласың. Үшінші қадам: таңертең ояна салып бірден тіс жуу керек. Төртінші қадам: содан кейін стакан су ішу керек. Себебі ұйқы кезінде организм 7-8 сағат сусыз болады. Судың орнын толықтыру қажет. Бесінші қадам: спорттық киімді кию керек. Душқа кірмес бұрын денені қыздырып терлеп алу қажет. Өзіңнің бойыңдағы бар потенциалыңды максималды түрде қолдану үшін ішкі әлеміңді өзгертуден бастау қажет. Сол кезде сыртқы әлемің де өзгере бастайды. Ол үшін таңғажайып таң методикасының 6 құралдарын қолдануды баста. Біріншісі: тыныштық. Шу мен қарбаласқа толы өмірімізде тыныштыққа уақыт таба алуымыз керек. Әдетте таңертең біз будильниктің дауысымен оянамыз да асығыс өмірімізді бастап кетеміз. Бірақ бір сәтке аялдауға уақыт таппаймыз. Тыныштық стрессті азайтып, фокусты мақсатыңа қоюға мүмкіндік береді. Тыныштық кезінде медитация, визуализация, алғыс айту, Құдайға сыйыну, дем алып дем шығару практикаларын орындауға болады. Екіншісі: аффирмациялар. Аффирмациялар сен қалаған адамың болуға көмектесетін керемет құрал. Мұхаммед Али, Опра Уинфри, Джим Керри, Уилл Смит сияқты біртуар тұлғалар аффирмацияларды үнемі қолданып жүрген екен. Күнделікті таңертең миыңа жағымды позитивті формадағы аффирмацияларды айту арқылы сен өзіңді программалауды бастайсың. Үшіншісі: визуализация. Визуализация алдағы оқиғалардың орындалуын, әрекеттердің нәтижелері жағымды болуын түп сананың көмегімен елестетіп жүзеге асыру практикасы болып табылады. Адамдардың көпшілігі миында өткен оқиғаларды қайта-қайта елестете береді. Оның орнына алдағы болатын оқиғаларды елестеткен дұрыс. Төртіншісі: физикалық жаттығулар. Таңғы жаттығулар күннің ең негізгі бастамасы болу керек. Бесіншісі: оқу. Таңертең әлі шаршамаған миыңа кітаптардан алынған жаңа білімді сіңіру жеңілірек болады. Алтыншысы: күнделік жазу. Күнде таңертең оянғасын өз-өзіңе есеп беріп, ойларыңмен бөлісіп күнделік жазып жүр. Біраз уақыт өткеннен кейін күнделігіңді қайта ашып оқи аласың. Сол сәттерде қандай адам болғаның, қандай ойлар ойлағаныңды қарап өзіңнің өзгерістеріңе тамсанатын боласың. Бұл 6 құралды қолдану сенің күніңнің бір ғана сағатын алады. Мысалы, тыныштықта отыруға 5 минут, аффирмацияларды оқуға 5 минут, визуализация жасауға 5 минут, физикалық жаттығуларға 20 минут, кітап оқуға 20 минут, күнделік жазуға 5 минут уақыт бөле аласың. Жалпы уақыт 60 минут.
Бұл әрекеттердің реттілігін өзіңнің қалауың бойынша өзгерте аласың. Ал егерде бұл құралдарды пайдалануға 1 сағат ұзақ деп санасаң, сол 6 әрекетті 1-1 минуттан орындап, небәрі 6 минутқа сыйдырып жылдамдатылған нұсқасын орындай аласың. Әрине, кез келген жаңа өмір образын сіңіру үшін біраз уақыт қажет болады. Алғашында барлығын үлкен энтузиазммен орындауың мүмкін, бірақ 1-2 айдан кейін ол қызығушылығың басылады. Сондықтан таңғажайып таң методикасын орындауға бірге әріптес тауып алсаң, немесе әлеуметтік желілерде достарыңмен бөлісіп отырсаң, нәтижелі болады. Егер жұмыс режимің ерте жатып ерте ойнауға мүмкіндік бермесе, таңғажайып таң методикасын өзің оянған кезде де орындай беруіңе болады. Яғни міндетті түрде таңғы уақыт болуы қажет емес. Ең бастысы ұйықтар сәт пен оянған сәтте дұрыс әрекеттер жасау.